Иман өмір өзегі. Ең бақытсыз адамдар, бұлар иман деген ұлы байлықтан құр қалғандар. Алла тағала былай дейді: кімде-кім мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиындыққа толы болады. Әрі қиямет күні оны көрсоқыр етіп тірілтіп, машқарға да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Аллаға иман, сенім ғана адам өмірін шынайы бақытты, жарық және қуанышты ете алады. Имансыз кісілер көбіне тіршіліктегі қиыншылықтардан және бұл жалған дүниенің таусылмас ауыр сынақтарынан шаршап, өз өмірін қиюмен аяқтайды. Пенде жаратушының жолынан бұрылып кеткен кезде не әу бастан бұл жолға түсуден бас тартса, ол өз қалауымен өзін бақытсыздыққа жетелейді және қараңғылықта тентіреп жүруге душар қылады. Олар әу баста қалай сенбеген болса, бүгінде иман етейік деген ниеттері болмағандықтан, жүректері мен көздерін ақиқатты көрмейтін һәм мүлдем сезбейтін етіп теріс бағытқа бұрып жібереміз де, азғындық, адасқан күйде мәңгіріп жүре беруіне жол береміз. Тарихтың сан ғасырлық сабағынан алған ащы тәжірибесінен кейін бұл дүниені сақтап қалатын жалғыз нәрсе иман екенін адамзатқа түсінетін мезгілі жетті. Өйткені иман мен сенімнің жоқтығы адамзаттың бүкіл тарихындағы барлық жамандықтардың себепшісі болған. Атеизм адамзатқа ешқандай бақыт алып келген жоқ. Адамзатқа тура жолды көрсету үшін түсірілген пайғамбарларға иман келтіретін уақыт шынымен де келген шығар. Алла тағаланың жаратушы, барлық мақлұқтардың иесі және басқарушысы екенін танып, оған мойынсұнып, оған сансыз мақтаулар айтатын мезгіл шынымен де жеткен шығар. Пенденің иманы қаншалық күшті болса, оның өзі де соншалық күшті және бақытты. Мейлі ер болсын, әйел болсын, кімде-кім мүмін ретінде Алланың разылығына бөлейтін сауапты да игілікті істер атқарса, біз оған міндетті түрде пәк әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ оларды дүниеде істеген ең игі, ең жақсы істерін ескере отырып сый-сияпатқа бөлейміз. Ең жақсы өмір жан дүниенің тыныштығы. Жаратушыға және оның қасиетті хабарына сенген, оны сүйген, оның қаһарынан қорыққан және оның заңдарын сақтап жүрген кісі тыныш, рахат өмір сүреді. Сондай кісі ғана ішкі үйлесім, гармония дегеннің не екенін сезеді. Ол адам барлығы алдын ала жаратушы тарапынан тағдыр болып жазылғанын және пешенесіне жазылған нәрсенің сөзсіз болатынын біледі. Сондықтан шынайы иман иелеріне еш нәрсеге қайғырудың, сары уайымға салынудың, ештеңеден қорқудың керегі жоқ. Өйткені ол жаратушыға, иесі, исламға, діні, Әзірет Мұхаммедке Алланың елшісі ретінде разы болады. Барлығы тағдырда жазылған. Алла тағала былай дейді: жер бетінде орын алатын қуаңшылық, зілзала, топан су сынды қандай апат болмасын, яки бастарыңа келетін ауру сырқау, ашаршылық, жақындарыңның немесе дүние мүліктеріңнен айырылу сынды қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып ақ кітапқа, лаухул махфузға, тағдыр тақуасына жазылып қойылған. Шүбәсіз бұл Алла үшін оп-оңай. Біз Тәураттан кейін Забурде де жер бетіне бір Аллаға иман келтіріп, игі істер істейтін ізгі жандар мұрагер болады. Яғни қиямет қайымнан және қияметтің орнауына себеп болатын құбылыстардан бұрын жер бетіне солар иелік етеді. Сондай-ақ ақыретте де жұмақтың жеріне солар мұрагер болады деп жаздық. Алла тағала әрбір нәрсе туралы анық біледі. Ол өткен заманда болған және келешекте болатын нәрселердің бәрін біледі. Ол бәрін түгелдей және ұсақ түйегіне шейін біледі және одан көкте де жерде де еш нәрсе жасырын қала алмайды. Жаратқан былай дейді: анығында адам баласын біз жараттық. Міне сондықтан нәпсісінің оған үнемі не сыбырлап көкейіне қандай ойлар салатынын жақсы білеміз. Алла тағала аспан мен жерді жарататын кезде лаухул махфузда қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің
бәрін жазып қойған. Алла жаратқан ең алғашқы нәрсе қалам болды. Оған ол жаз деп бұйырды. Қалам: уа жаратқаным, мен нені жазам, деді ол болатынның бәрін жаз, деді. Сонда қалам қиямет күніне шейін болатын нәрселердің бәрін жазды. Барлығы оның билігіне мойынсұнып, оның еркіне бас иеді. Оның қолында билік те, көк пен жердің кілттері де бар. Дүниедегі нәрселердің бәрі Алланың әмірімен болады. Жақсылықтар да, жамандықтар да, азаптар да, қорқыныштар да, қауіпсіздіктер де, аманшылық та, аурулар да, жалпы барлық үлкен және кішкене нәрселер, маңызды және маңызсыз ұсақ-түйектің бәрі оның әмірінде. Тағдырға сену кісіге сабырлы болуды үйретеді. Ол өмірдің қиыншылықтарға ұшыраған сәттерінде де мұңаймай, сары уайымға салынбай тіршілігін жалғастырады. Ол тағдырына жазылғанның бәрі оны айналып өтіп кетпейтінін, ал енді пешенесіне жазылмағанның оған келмейтінін біледі. Сондықтан ол тағдырға сенбегендерге қарағанда көңілі тоқ және тыныш өмір сүреді. Тағдырға сенген кісі басына қайғы келгенде шыдамды және сабырлы болып жаратқанның сауаптарынан үміт етеді. Осылайша оған қайғы ретінде келген нәрсе жақсылыққа айналады. Алла тағала былай дейді: басқа келген әр жамандық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шын көңілден иман етсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа бұрады. Алла барлық нәрсені біледі. Кесел-кесапатқа ұшыраған кісі бұның Алла жазған тағдыр екенін біліп, Алланың жақсылығынан үмітін үзбей сабырлық танытатын болса, Алла оның құлазыған көңілін тыныштандырады да өзінің құдіретімен және тура жолымен оның бұл дүниеде жоғалтқан нәрсесінің орнын толтырып береді. Кейде жаратушы пендеге жоғалтқан нәрсесін қайтарып береді, немесе одан да жақсы нәрсені нәсіп етеді. Басыңа келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біздің қолымыздан келетін бір ғана нәрсе жаратқанның тағдырына бас иіп мойынсыну және көп кісінің айтуы әдетке айналған әттең деген сөзді ауызға алмау керек. Әттең дегеннен еш пайда жоқ. Ешқашан егер мен пәлендей қылғанда түгендей болар еді, немесе егер де мен мынаны жасамағанда осындай болмас еді дегендей өкініш сөзді айтпа. Бар болғаны Алланың тағдыры, жаратушы өз қалағанын жасады деп айтсаң дұрыс болады. Жұмсақтық сұлулық. Жұмсақтық адамзаттың көркі, ал оның кісіде жоқ болуы жиіркенуді және алыстауды алып келеді. Жұмсақтық, сыпайылық, жылы жүзділік, күлімсіреу және жақсы сөз – бұлар бақытты жандардың белгісі. Шынайы иманды кісі сондай болады. Ол ара сияқты жақсы нәрсемен азықтанып, жақсы нәрсе бөліп шығарады. Ол гүлге қонғанында оны сындырмайды, не басқа зиян келтірмейді. Алла тағала жұмсақтықтың қарымы үшін қаталдық пен дөрекілік арқылы қол жеткізуге келмейтін нәрселерді береді. Дүниеде әдепті, тәрбиелі кісілер бар. Олар жүзі жылы, түсі игі жандар. Оларды барлық жерде асыға күтеді. Келгенінде құшақ жайып қуанып қарсы алады. Олардың сөйлеген сөздерінен, жұмсақтығынан, мейірімінен, көрсеткен көмегінен және тәртіптілігінен айналасындағылар рахат алады. Барлығы олармен араласқысы келеді. Барлығы олармен таныс болып, қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Жұмсақтық олардың өзгеше мінезі. Бұл адамдар жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын қолыңнан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің деген қағиданы қолданады. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді. Бауырмал болып мейірімділік танытады. Реніштерді кешіреді. Ақылсыздардан бет бұрып ашуын басады. Жақсылықты еске алып, жамандықты ұмытады. Оларды жан дүниесіндегі салмақтылығы, сабырлық пен сезімталдығы өзгешелеп тұрады. Айналасындағылар оларды да ешқашан зиян шекпейді. Ал енді ақыретте олар жасаған сауабына сай ұлы сыйлық күтіп тұрады.